Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі мен әдебиеті пәні сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мағжан Жұмабаев қазақтың ұлы ақыны. Екінші сабақ. Сабақтың мақсаты өздік, болымсыздық, белгісіздік, жалпылау есімдіктерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану. Балалар, біз сіздермен өткен сабағымызда Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарқын жұлдызы Мағжан Жұмабаевтың өмір жолымен танысқан болатынбыз. Бүгін ақынның от өлеңімен танысамыз. Ал қанекей балалар, кітабымызды ашып, от өлеңін мәнерлеп оқып шығайық. Өлеңде не туралы айтылған? От сөзін естігенде ойларыңа не келеді? Өлең ішінде кездесетін есімдік түрлері бар ма? Осы есімдіктер есімдіктің қай түріне жатады? Ендігі тапсырмамыз. Үлгі бойынша қою қаріппен жазылған сөз тіркестерін орыс тіліне аударыңдар. Бұл сөз тіркестері өлең жолынан алынған балалар. Ал қанекей, орыс тіліне бірге аударайық. Күннен туған, күнге ғана бағынам, қысық көзім, жалынмын мен, өзіме өзім табынам, қараңғылық бұққанда, жалғыз тәңірі. Ендігі орындалатын тапсырмамыз жазылым тапсырмасы. Мәтін мазмұнына сүйеніп, диаграмманы толтырамыз. Біз Мағжанның от өлеңін оқып таныстық. Енді осы өлең бойынша не түсіндіңіздер? Осы өлең бойынша не айтасыздар? Соны бос яшықтарға толтырып жазайық қанекей. Мазмұны терең, мысалы. Ал балалар, дәптерімізді тексеріп шығайық. Сіздердікімен сәйкес келер ме екен? Сөзі орамды, тілі өткір, ойы анық айтылған. Бізге берер тәрбиелік мәні зор, мақсаты айқын. Жарайсыздар балалар. Сабағымыз да өз мәресіне жетті. Бүгінгі сабақ бойынша балалар, өз ойымызды бір-екі сұраққа жауап беріп тәмамдайық. Мағжан Жұмабаев туралы не білдің? Қандай партияның мүшесі болған? Қандай шығармалары бар екен? Сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше. Үйге 12-ші тапсырма.